Кең байтақ елімізде, дәулеті шалқыған жерімізде, әрдайым біздің төріміз дайын. Біз жиі бас қосам, әңгіме түкен құрып, мәселенің барлығын ақылдасып шешеміз. Той кетші. Жарқын күнге ұмтылумен келеміз. Еткен еңбек, төккен тердің рахатын көреміз. Біз әртүрлі жандармыз. Әркімнің өмірге өз көзқарасы бар. Әр нәрсеге қызығады. Және әркімнің өз кәсібі бар. Біз балалардың жеңісіне мәз болып қуанамыз. Бірақ кейде бала сияқты өзіміз де таңғажайып күтеміз. Ел тарихын жадымызда жаттаймыз. Кейде өзіміз де қызық оқиғаларға тап болып жатамыз. Ал кейде аязға да қарамай сүйіктімізді күтеміз. Жаным, қайдасың? Жаным, кешірші мені. Мен аяғысынан Шымкентке кетіп қалдым. Әсіресе алысқа ұзап, бізді сағынған кезде. Енді бәрі жақсы. Мұнда жылы, жақсы көрем ғой сені. Чмоки. Ең бастысы, ата-анамен, дос бауырмен бірге өткізген әрбір сәтке қуанып, әрбір атқан таңға шүкіршілік етеміз. Біз кең байтақ еліміздегі ынтымағы жарасқан үлкен отбасымыз. Бұл күнтізбедегі жай күннің бірі емес, бұл біздің ортақ мерекеміз. Тәуелсіздік күні құтты болсын, Қазақстан!